Мұқағали Мақатаев тағдыры о баста ерекше жаратылған жан. Ол туралы ой таусылмақ емес. Қайта, уақыт өткен сайын үст-үстіне туындап, еселеніп келеді. Ақындық шеберлігі 8 ғана емес, 80 қырлы екендігі құмнан аршыған алмастай жарқырай түсті. Ақын аты аңызға айналды. Қуаныштысы сол, Мұқағали поэзиясын барған сайын ұрпақтары жанына рухани азық етіп, ғибрат алады. Ақынның өз бақытына балаған халқы ақынның жауқазын жырларын, даңқты есімін еш ұмытпақ емес. Нұры жауып тұрған көктемде, гүл тере барсаң бөктер. Мұқағали ата, сізді ұрпақтарыңыз жадында мәңгі сақтайды. Автограф. Көрер едің шаламын ба, отпын ба, білер едің ақынмын ба, жоқпын ба, кектендірген хан жәңгірде жоқ мұнда, кектенетін Махамбетте жоқ мұнда. Түсінер ең, езбін бе әлде ермін бе, байқар едің артықпын ба, кеммін бе, мен Спартак бола алмадым не шара, сенің өзің Цезарь болып көрдің бе? Сырымда осы, жырымда осы алдыңда, байқашы бір бықсыдым ба, жандым ба, махандар жоқ, махандардың сарқыты, Мұқағали Мақатаев бар мұнда. Жүредім айыға алмай көптен бері, қандай күш айықтырып кеткен мені. Жаураған жауқазынен бөктердегі, жып-жылы қайдан соқты көктемдегі. Ұмыт боп, ұмытқаным жек көргенім, қауіппен күн мен түнді өткергенім. Бұзаудың тіліндей ала қағаз, ағадан ұшып жеткен кептелмедің. Оңалмай жүргенімде ісім көп деп, шағымда сағым сынып күшім кеткен. Ағаның қарлығашы інісіне ақ қанат періште болып ұшып жеткен.